Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз досың қандай адам? Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: көңілді, ашулы, ұялшақ, көңілсіз, әдемі, сәнқой, білімді, сыпайы, бауырмал. Достары көп. Сонымен сіз үшін соңғы сұрақ. Достарым мені бұлай сипаттайды: ақылды, көңілді, мейірімді, ержүрек. Мейірімді шығар. Есенсің бе? Маған айтасың ба? Сәлемет пе? Сондай сұлусың. Рахмет. Суретке мұқият қарай отырып, сұрақтарға жауап бер. Асан көңілсіз бе, ұялшақ па? Иә, Асан көңілсіз. Марат бауырмал ма, ашулы ма? Иә, Марат бауырмал. Айдос ашулы ма, білімді ме? Дұрыс айтасың, Айдос ашулы. Келесі тапсырма: сурет пен сөзді сәйкестендір. Жарайсың, енді өзіңді тексер. Бұл Жұлдыз, ол менің досым. Жұлдыздың жасы 19-да. Жұлдыз әдемі қыз. Оның көзі қоңыр, шашы ұзын және қара түсті. Жұлдыз өте бауырмал және ұялшақ. Енді мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бер. Жұлдыздың жасы нешеде? Дұрыс, Жұлдыздың жасы 19-да. Жұлдыздың шашы қандай? Дұрыс айтасың, Жұлдыздың шашы ұзын және қара. Жұлдыздың көзі қандай? Иә, Жұлдыздың көзі қоңыр. Бүгінгі сабақта өткен жаңа сөздерімізді екі бағанға бөліп жаз: позитивті сөздер және негативті сөздер. Өзіңді тексер. Позитивті сөздер: көңілді, әдемі, бауырмал, ұялшақ, білімді. Негативті сөздер: ашулы, көңілсіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.